Қайырлы күн, құрметті достар, сізбен біргеден кен. Бүгін чизкейк красный бархат рецептімен бөлісемін. Он салынып тұрған ыдысқа какао қопсытқыш салып араластырамыз. Сары майды саламыз, қантты 2 бөліп миксермен араластырамыз. Жұмыртқаны жарып, миксермен жақсылап араластырамыз. Сүтке гелевый бояғышты қосамыз. Жұмыртқа массасына ұнды електен өткіземіз, миксерлейміз, бояғышты қоспасын құямыз, солай 3 рет кезекпен салып қамырын дайындаймыз. Менің формның диаметрі 26 см. Пергамент қағазын қиып, жаямыз. Массамызды формаға құйып, қызып тұрған пешке 170-180 градуста 35-40 минуттай пісіреміз. Желатинге су құямыз, желатин бүгу керек. 3-4 минуттай күтеміз. Кастрюльге сүт, қант салып қайнатамыз. Бүккен желатинді сүт қоспасына құйып, жақсылап аз қасықпен араластырамыз. Желатин еру қажет. Ыдысқа творожный сыр, қаймақ, сахарный пудра салып миксермен араластырамыз. Сүт қоспасын құямыз, миксермен араластырамыз. Бисквиттің үстіне сүт қоспасын құйып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Кули дайындаймыз. Кастрюльге шие және қант салып, аз қасықпен араластырамыз. Бүккен желатинді құйып, қайнатамыз. Кули шамалы суыған соң чизкейктің үстіне аз қасықпен саламыз. Міндетті түрде морозильникке 2-3 сағатқа салып қойыңыз. Мінеки чизкейк красный бархат дайын, дәмі керемет, ас болсын. Менің арнама тіркеліп кетіңіз. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет.